Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен қыз жасауының жүрегі, яғни біздің шеберханамызға саяхат жасаймыз. Жалпы бізде команда, яғни біздің командамыз қалай жұмыс жасайды, қандай бұйымдар тігіледі, қалай тігіледі, әр бұйымның тігілу жолына үңіліп, сіздерге барша қызықты жерлерді және жұмыс процесін көрсететін боламын. Бізбен бірге бол. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк, коммент жазып кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Мұнда бізде цех, осындай әдемі гүлдер. Ендеше сіздерге жұмыс орнын көрсетейін. Бұнда бізде бірінші этаж. Бұнда бізде махаббат көрпесі және де басқа да көрпелер көктеледі, яғни біз мақта салып қабыйтмыз. Қараңыздар, мұнда бізде қазір махаббат көрпесі дайындалу үстінде. Осылай бізде махаббат көрпесі дайындалып жатыр. Ендеше ары қарай көрсетсем. Қарасаңыздар, мұнда бізде дайын көрпелер. Мұнда мата қырқылып жатыр. Яғни атлас. 4 қырқып жатырсыз ба? 5-тік. Қашынға қоя. Бізде қашын бұйымы бар, өздеріңіз білесіздер, сол бұйымға осындай 5-тік ұзын ленталар кесілуде. Осылай біз әр сантиметрге дейін өлшеп кесіп аламыз. Ал мұнда лазер қырқылып жатыр. Қараңыздар. Негізі лазер жұмыс уақытын ұтуға, әрі тегіс бір текті қылып қырқуға өте үлкен көмегін береді. Ендеше сіздерге үстіңгі этажды көрсетейін. Мұнда бізде барлық құрақтар қырқылып, бұйымдар тігіледі. Ал мұнда біз екінші қабатта осылай құрақ, барлық бұйымдар құралады, тігіледі, біріктіреді. Қазір сіздермен жұмыс барысымен таныстырамын. Мұнда бізде Қаракөз ханым осындай әдемі құрақтар құрап жатыр. Қараңыздар. Біткенде мына құрақты мынандай болып шығады. Елошка деп айтады. Қаракөз ханым, бұл қандай құрақ түрі? Елошка деп айтады бұны. Бұл құрақты құрау қиын ба, әлде кішкене қандай деңгей, орта деңгей бересіз? Орта, төмен, жоғары қиындығына байланысты. Бұны өзің үйреніп қалсаң, онша қиындығы болмайды, ал бірақ енді кішкене жаңадан тіккен адамдарға сәл ауырлау болады. Ауырлау болып кішкене үйренгенше қиындау болады, ал үйренсең онша қиын емес, бәрі әдемі көрінеді. Бұны елка құрақ деп айтамыз, шырша деп. Өте үлкен рахмет сізге, Қаракөз ханым. Мінекей қараңыздар, осы құрақ түрі өте әдемі көрінеді. Орысша айтқанда богато дейміз ғой. Қараңыздар. Біткенде мына құрақты мынандай болып шығады. Мына елочка деп айтады бұны. Әрі шырша құрақ болып, қазақша болып айтылады бұл. Біткенде осындай болады. Онша қиындығы жоқ. Бәрі әдемі болып тігілсе, әдемі шығады. Ал мұнда Құралай ханымның өзі осындай әдемі құрақтардан қазір құрақ көрпе біріктіреді. Ассалаумалейкум, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін әдемі жасыл түстен, яғни изумрудный түс дейді, осыдан абстракция құрақ жасап жатырмыз. Құдаларға көрпеше дайындап жатырмыз. Құда мен құдағидың көрпешесі. Бұл жерде бізде абстракция құрақ түстері өте әдемі шығып жатыр. Әртүрлі құрақтармен. Мына негізгі қошқар мүйіз ғой. Соны құрақ вариантта келтіргенде мынаны. Мына айналма дейді біреулері. Негізі қошқар мүйіз бұл. Тырнақша құрақ. Енді оюлардың өзі әртүрлі болып бөлінеді ғой. Өсімдік, тектес, космологиялық деп жаңағы геометрический деп солай бөлінеді, әртүрлі болып. Сол сияқты құрақтар да солай бөлінеді. Мына тұмарша құрақ, немесе тырнақша деп те айтады. Мынау да негізі қошқар мүйізден алынған, сынық мүйіз деп айтады. Енді бұны күрделендіріп, иірімге айландыра берген,
әртүрлі күрделендіріп әртүрлі өрнектер жасай беруге болады да. Бұны қазіргі тілде версачи деп айтып жүр да енді. Мынау шаршы, құдық деп айтады. Мынау бізде көзге ұқсайды, тана көз, құрақ деп аталады. Мынау да енді шаршының ішіндегі шаршылар үшбұрыштардан, тырнақшалардан, әдемі тұмаршалардан жасалған әртүрлі вариантта. Бұны да неше түрлі келтіруге болады, адамның фантазиясына қарай. Енді мыналар кәдімгідей ши құрақтар ғой. Ши құрақтың әртүрлі вариантта дайындалған түрлері. Қарама-қарсы, мынау да екі жақтан қарама-қарсы тырнақшасы бар деген сияқты. Мынау да негізгісі ши құрақ, бірақ бұл шырша тәріздес, әртүрлі түстерін басқа өрнектері көрініп жатады да, енді түстеріне қарай бұлар да құбылып тұрады. Ал мұнда бізде бұл жерде қарама-қарсы құрақ тігіп жатыр. Қараңыздар қандай әдемі. Ақ және атлас түсті матамен. Ал енді мұнда қарасаңыздар, біздің хит дизайнымыз абстракция ою. Осы маталар дайындалып жатыр. Қараңыздар, маталар осылай кесіліп, қырқылып дайындалады. Сіздерге осылай жұмыс барысын көрсетіп отырамын. Ендеше келесі кеттік. Ал бізде жұмыстың ең қызықты процесстерінің бірі, қараңыздар, вышивка. Сіздерге толығырақ түсіндіріп айтатын боламын. Мінекей қараңыздар, бұл вышивка неге десеңіздер, біз бұны бесікке, яғни бесіктің жабуына тігеміз әсемдік үшін. Қараңыздар, өте әдемі тастармен көмкеріліп жатыр. Қараңыздар, енді бұның еңбегі де оңай емес. Бізде осыны сеткаға тігіледі. Ол қалай бұл жаңағыдай өрнектің үстінен тура жүрді десеңіздер, бұл жерде бізде астында сызылған қағаз, яғни эскизі бар. Сол эскиз арқылы үстінен осылай жүріп отырып тігіледі. Бірақ әрбір детальға үлкен мән беріледі. Мінекей мысалға мына жерде бізде осылай тігім процесі болып жатыр. Ал мұнда бізде дайын осындай тігілген вышивка шықты. Қараңыздар, бұл жерде екі қатар бесіктің жабынына, яғни сәндік беру үшін, және де бас жағына осындай дөңгелек размерде шаңырақ сапалық матастармен осындай біз тігеміз. Ал бізде мұнда жаңа Құралайхан таныстырып өткен құрақ көрпешенің, абстракция құрақтың құрақтары тігілу үстінде. Қараңыздар, мына жебе құрақ. Жаңа да алдында да бір көрсеткен болатынмын. Ол жақта ақ пен золото, яғни атластан тігіліп жатқан болатын жебе құрақ. Мінекей бізде осындай жұмыс барысы. Әрине, бұл жерде творческий бардак дейміз ғой. Енді осындай әдемі жұмыс процесіне сіздерге үзінді.